Х әрпі. Х. Айырмашылық тек қана мұндай әріп нүкте төменде тұрса, Х әрпінде жоғарыда тұрады. Яғни араб тілінде Х әрпінің 3 түрі бар. Бұл Х, то есть өте қатты жуан шығаруымыз керек. Х. Кейінгі түрі ол Х. Ол тамақтың ортасына, мына тамақтың осы жерінен шығады. Х. Одан кейінгі Х, үшінші Х, ол жіңішке Х. Ол жіңішке ауа сияқты, жай Х, ешқандай күшсіз, ешқандай кедергісіз Х солай шығады. Мысалы, хуа, хия, бұл ағылшын тілінде hello деген ағылшын тіліндегі Х әріпімен, яғни келеді, яғни өте жіңішке айтылады. Х әріпі сөздің ортасында алып келем, сөздің басында осылай жазылады. Сөздің ортасында алдыңғы әріпке жалғап аламыз. Сөздің соңында алдыңғы әріппен жалғанып, соңында осылай аяқталады. Келесі Х, яғни Х әрпінің қиын түрі сөздің басында осылай келсе, сөздің ортасында қосып алып кетеміз, және сөздің соңында бастапқы жағдайда қалай болса, солай қалады. Яғни бұл бізде сызығымыз болса, дәптердің сызығы болса, сол дәптердің сызығымен жазыңыздар әрқашанда, сонда әдемі шығады жазуларыңыз. Дәл әріпі сызық болса, ол сызықтың бойымен түседі. Дәл негізгі түрі сөздің басында слай келеді, және сөздің ортасында слай жазылады, және сөздің соңында слай жазылады. Яғни көріп тұрғандарыңызда қатты өзгеріске түскен жоқ. Неге? Себебі 6 әріптердің бірі бұлда өзінен кейінгі әріпке жалғанбайды. Зәл, з әріпінің бұл жерде де 3 түрі бар. Ол зә, қазіргі көрсетілгенім бұл зә әріпі, яғни ағылшын тілінде z деген әріп бар. Екі тістің ортасында, алдыңғы екі тісіміздің ортасында z деп дыбысталынады. Z. Сақау z деп те айтылады. Дәл әріпіне ұқсас, айырмашылығы нүктесінде ғана. Дәл әріпі секілді, тек қана нүктесімен айырмашылық түседі. Өзінен кейінгі әріпке жалғанбайды, сондықтан сөздің ортасында және соңында бірдей жазылады. Келесі әріпіміз ро әріпі. Ро әріпі төменге, мысалы, мынау сызық болса, былай сызық кеткен болса, мына жерде сызықтан төмен түседі. Бастап былай келеді дағынан төменге осылай түсіп кетеді. Ро әріпі. Сөздің басында осылай жазылады, сөздің ортасында осылай жазылады, және сөздің аяғында да осылай жазылады. Сызық, мысалы, мына жерде бізде сызық болып келсе, сызықтан төмен түседі. Мына жерде дәл әріпіміз сызықтың бойында, мысалы, бізде сызық деп айтайық, дәптердің сызығы сызықтың бойында жалса, дәл зәл әріптеріміз. Ал айырмашылығы ол ро әріпі сызықтан, сызығымыз болса, сызықтан төмен түсу керек. Ро әріпі де өзінен кейінгі әріпке жалғанбайды жазылады. Ро, зә, келесі әріпіміз бізде зә әріпі дәл ро әріпі сияқты жазылады, айырмашылығы нүктесінде. Келесі әріп син әріпі. Сөздің басында бұл басқаша жазылады, сөздің басында осылай келінеді. Ал сөздің ортасында алдыңғы әріпке жалғап алып кетеміз. Сөздің ортасында 1, 2, 3 алып кетеміз. Сөздің аяғында син қандай үлгіде болса, бастапқы негізгі түрі, сол негізгі түрімен аяқталынады. Келесі әріпіміз
шин әрпі. Шин әрпі де син әрпі сияқты айырмашылығы 3 нүктесінде. Келесі әрпіміз сот әрпі. Сот әрпі сөздің басында осылай жазылады, сөздің ортасында осылай жазылады, және сөздің соңында алдыңғы әріпке жалғанып, бастапқы үлгісінде қалай болды, солай қалады. Мынау сот әрпіміз жуан, со болып шығады, мынау син, сә деп шығады, мынау сә әрпі. Келесі дот әрпі. Дот сөздің соңында осылай жазылады. То әрпі сөздің соңында осылай алып келеміз. Бұлай алып келеміз дағыны, түсіреміз. Сосын бір таяқшаны қоя саламыз осылай. Бұл то деген әріп. Мынау тә бұл жіңішке қарапайым т әріпі. Яғни қазақ тілі орыс тіліне айырмашылығы бұл өте жіңішке оқылады. Тә. Тәмір. Мен бұны айтқан кезде біз бұдан кейінгі дыбыстарды т мен а келіп тұрса, егер та деп дыбыстамаймыз, тә деп дыбыстаймыз. Яғни өте жіңішке айтылады. Ал мынау бұл то. То. Яғни тіліміз үстіңгі тістеріміздің артына тию арқылы то деп дыбысталады. То. Тә, то. Келесі әріпіміз зо әріпі. Дәл осы тіліміз жоғарғы тіске тию арқылы то шыққан жерінен зо әріпі шығады. Бұл да жуан әріптердің бірі. Бұл да дәл то әріпі сияқты жазылады, айырмашылығы нүктесінде. Зо әріпі. Шерде дәл з әріпіне тоқталып кетейік. З әріпінің де 3 түрі бар. Мынау з әріпіміз бұл қарапайым түрі. Біздің қазақ орыс тіліндегі қарапайым з деген әріп. Зә. Зәй деп те аталады, зә деп те аталады. Мынау з әріпіміз бұл зә әріпі. Зә, екі тістің ортасында. Зә. Ал мынау әріпіміз бұл зо. То есть өте жуан оқылу керек. Зо.